Осындай керемет әсем әннен кейін шабыттанып шаттанып шығып түгесіліп арқан қозып бір айтпаса болмайды ғой. Қандай керемет айтып шығады, мынандай көйлегің қандай керемет. Алла риза болсын. Дегенге келеді. Ду болса бұлаққанеки. Қалай десең дейді ғой айырдым. Молодец, красавчик, аз еді шаюың. Шіркін сенің қуаныш тойыңды жүргізетін тамаданың түрі. Аққа сүңгіген, көкке сүңгіген асабалар да бар. Домалайтында, жорғалайтында шоумендерің де бар. Гироскутермен сырғанап жүріп құлайтындар да бар. Асабалар, енді сақ болыңдар. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Асаба продакшн тағы бір мәрте сіздермен бірге. Міне бізде ендігі кезекте қонағымызда біздің достарымыз, бауырларымыз қазіргі таңда ақ көйлек киген, көк көйлек киген, әнмен хит болып жүрген жігіттер. Мектепке таныстырып адамыз. Өздерінің ақ көйлек киген әндерімен деп қақпатты. Қадеше алдарыңызда. Стадион. Нормально, Сокол, баяғы Соколыш, біз аралышың Соколыш, давай. Басып тұрмағызын, Нормально, сасқалақтар. Михаил 8 дроп бір. Рысқұлов 143-те, Михаил 8. Саған өзіне не керек сияқты, өзің осына бір оқып алсын. Дорогие друзьялар, Ереван мен грузиялар, бүгін біздер Асаба шоуда очередной раз Михавая 8 дроп 1 қонақта. Өздерін үйден ұрарсыңдар. Мен сұрап білмейші точно. Ну просто не емес қой да, пранк емес қой әйтеуір. Нормально өзіміз просто подкаст сияқты не қой да әйтеуір. Я просто өзіміз әңгіме. Соны біліп алайық әйтеуір. Артынан қазір бір үлкен кісі келіп. Құрметті достар, түсінбей жатқан жарыстар, Қабдолды қорқытқан себебі Ақтөбеде концертте бұл жігітке пранк жасалған негізінде. Жесткий пранк жасалып, оны қазір экран астынан мына жерде шығады. Кішкендей шықпай қалса. Біз подкастта ұрдық та, Калифорнияға. Сен кішкенде қызыл шашпен не алдың аяды, еще мен жыртылғанда. Мына жерге шығарып қойыңдаршы фотосын деймін. Жоқ қой. Бұл біздің жақсы ауызбіршілігіміз жақсы. Азамат. Монтажер жақсы жұмыс істейді. Бірақ мына жерде емес, мына жерден шығарсын. Иә, солған қорықпауың бала, короче. Жалпы қалай вообще одан кейін не болады? Халық действительно комментарийлер екіге бөлініп кетті. Екіге бөлінгенде, қолдайтын кісілер өте көп болды. Кімді қолдайды, сені қолдайды? Жоқ, мені қолдайтындар. Мені қолдайды, еще башкеде. Мені қолдайтындар да болды, бірақ ол кісінің айтқан жаңағында ағамыздың, Кеңес ағамыз енді білем ғой енді ол неме айтпаған екен, но бірақ дұрыс айтты деп ішіндегі несін айта алмай жүргендері бар ғой. Дұрыс, Кеңес ағамызға дұрыс. Сондайлар көп болды. Дайрегіне кіріп қарайсың ғой дайректен, сөйтіп дұрыс айтты негізі, анау мынау қате ғой дейді. Жоғары қарай көтересің, бұрын ғой екіншіске фото бар. Атмет еткен. Қабдол бауырым қош келдің. Өзгеріп кеткен ғой несі короче. Иә, шынымен де комментарий деген жартысынан көбісі кәдімгідей сол келесі ағамыз қолдап кетті да. Жоқ, ол негізінде бірдеңені бастап берсең негізі. Любой, вообще қазір сондай болады ғой, рынокта не алып келесің, халық соны риск хапы етіп алады ғой. Иә, әйтеуір көк туды алып, бүйтіп жаңағыдай если шынымен де сондай болып, халық егерде осы Қабдолдың емін өнерін андай қолдамайтын болса, негізінде онда тыңдамайды. Онда календарыңдаршы. Понедельник обед болса емес па? Красавчик, дұрыс, оң болсын бәрі. Вообще, екі түрлі носкиге болған. Негізі, үшеу ғой негізі. Мен просто бір носкиімді алдында бөліп осыған тіктіріп алдым. Дайынсың ба әйтеуір бүгін нормально. Істеп тұрсың ғой да? Нормально ғой да? Жалпы Ақтөбе қош келдіңдер, көп келесіңдер Ақтөбеге жақсы көреді дейсіз ғой, сендерді постан шақыра бермейді ғой. Ақшасы көп па Ақтөбеге? Білмеймін, шақыра бермейді сендерді. Не көре алмай айтсың ба? Иә, неге шақырайды, білмеймін неге шақырайды. Иә, жалпы Ақтөбе туралы не білесіңдер? Ақтөбе туралы 5 факт айтшы, немен ерекшеленеді басқа қаладан? Не айта аласың? Ең бірінші факт футболдан ең мықты жанкүйерлер осында. Иә. Ең мықты. футболдан үшінші сектор. Екіншіден жол. Ақтөбе жоқ, Қазақстандағы ең үлкен қалалардың бірі. Ой, молодец. Да? Алматыдан кейінгі ма? Ой, молодец. Қарағандыдан жер аумағы жағынан. Қарағандыдан. Облыс, Ақтөбе облысы екінші орында. Иә, сол. Үшіншіден стадионның артында донеркеде бар барлығы караокемен өлең айтады.
молодец, дұрыс. Өнеркенің алдында де, стадион алдында де. Арбаттағы ма, арбаттағы? Мен артыда жүрмін білмеймін. Алды стадион алдында. сол Төртінші? біз білетін Сосын КВНнен және де бұяқтың 4 жігіті бар мықты тамады. да Дұрыс. кім Бағдәулет Нұрдәулет. Мирас сосын Жанай. үшеу екен ғой жаңа неден жақсы ғой маған өзіме ұнайды КВНнен ең бірінші мысалы осы жаққа келіп мен ойнадым өз басым ең бірінші КВНді осы жақтан бастадым сол кездегі батыс лигасы осында болды халықтың жаңағы эмоция полный жиналатын еді ғой халық дейтін еще шуткалар жаман қатты өтеді и содан ашылып ары қарай басқа қалаға кеттік қой сөйтіп дұрыс қой Сен жалпы батыс лигада Батыс лигасынан номер один болды ғой батыс чемпиондардың көбісі батыс лигасынан, батыс орталық лигасынан шықты. Назаралдар, Барыстар, Аралас. Фемида. Мен үшін номер 1 Фемида. Бүткіл лиганы алып тастаған Фемида. Батыста ойнаған жоқ? Батыс орталық лигада Фемида ойнаған. Иә, КВН демекші, Сен кіріп өз айтып тұрасың ба? КВН демекші сұрақ жеке сізге. Сіз неге ондай сұрақ жайдарманнан шығып ГТА-ға бардың. Дұрыс қой. Енді ГТА-дан шығып ГТА-дан шығып контрдан шығып ГТА-дан шығып мынау қандай өлең айтып общий жаңағы Михавай 8-де бір брат нормально. сосын енді сұрақ Музарттан Кенжебек шығып кетсе баруға қалайсың? Қалай қарайсың? бірә жігіттер Өзіміз вообще давай. серьезно Мысалы, действительно, Бізде мысалға да эстрадада шоу-бизнесте былай ғой мысалы ол бауырларымызбен мысалы кең дастарханда вдруг, прикинь, Кенжебек шығып келеді, сен шақырасың, Музартқа барасың ба? мен ба? Иә. Неге? Күшті емес пе анда чик-чик аласың? Еще шығып барды, сылдырмаған тастап кетті. Жандостың бұйырса мен давай баса берейін өзіміз дейтін проект көрдік қой содан өш алады да бүкіл внимание саған Жандос негізі Қармақшы деген елді мекеннен, ауылдың қарапайым баласы. Ауылдың қарапайым баласы. молдандан дәріс алды. Енді Қармақшының атынан Қармақшыны Қазақстанға танытты ғой, былай қарап тұрсаң. Молодец, красавчик. Досым, молодец. Ендігі мәселе, мысалы қазір блогерлікпен де айналысасыңдар қатарынан. КВНщик, блогер, екі бастаған КВНщик екен. Қазір таңда блогерлердің заманы отыр. Блогер, қазір дейтін өзі бұйырса, енді инстасын қарап жүрген шығарсың, бұйырса үйленейін деп жүр. Өте тамаша, әдемі келініміз, өте қандай әдемі. Мысалы, сен ауылдан шыққан баласың ғой, былай қарап тұрсаң. Сен қалай сондай бір әп-әдемі қыз қалай сындырып алдың мысалы өзің? не болды саған қайта әп-әдемі мысалы өзің атам көрсепіне басың кетіп қалған Алина жайлы өлең шығарып тастады ғой кәдімгідей. Айтпайшы бір. Айтпайшы қайырмасын. сол әннен кейін сынды ғой Айтпайшы қайырмасын, айтпайшы. Алинаны түркше ойнайыншы күшті. Алина. Әншісі ғой сен андай акапелла сұрайды. жігіттер құманда Айтшы. Айтшы. Алина Айтшы. Күшті ғой акапелла. мен шықылдайын барады мен шықылдайын ребята Алина ты меня манила Алина все тебя дарила мне осылай сындырып алдың. Болды, әдемі кеше екеу концертке барып күшті кәдімгі. ол өлең негізі дұрыстап тыңдасаңдар ол сындырып алған жоқ ғой мен ол жерде мен ол жерде ренжітіп алғаннан кейін қайтарып алып тұрмын ғой Енді короче мынандай ғой, сценаристтердің берген материалы бойынша. өз бойыңды алмайсың ба өз бойыңды алмайсың
егер Алина емес басқа болса есімі давай өзгертеміз короче. жоқ Вдруг мысалы әнге мысалы өзгертеміз любой қыздың атын айтшы мынаумен мен өмірімді құрттыңдар мысалы Гүлжамал болса Гүлжамал айтып қойшы Гүлжамал осы выпусктан кейін біздер сотқа барып қырылып аттайық айта сал балдар сценарий жазған екен қорықпайтынымды білдірейін да иә Гүлжамал давай кет Гүлжамал сен жақсы көремін Гүлжамал қайда сенің орамал темен аман орманды тағып ал деп кете бересің Болды ма? Сол текстке салшы просто оригинал текстке. оригиналға ма Иә. неғып ренжіп айтып отырсың братан тартасың ба содан ау деймін көзім ашып жоқ Гүлжамал Динараға салып қойшы бір рет пожалуйста просто мен басқа сұрақ жоқ жоқ просто Динараға бір рет салып Динараға бір рет салып қойшы полный салып қойшы давай чик қойшы сұрақты дұрыстап қойып жіберші Динараға бір рет салып қойшы әннің сөзіне қайырмасына Динара деген сөзді Алинаның орнына алмаймыз біздер сори мен айта салу керек айт салып қойшы ұзақ қылмай родной Динара ты меня манила шаршап қалдың мұрат айтшы енді бұл Динара ты меня манила Динара ты себя дарила мне Динара Динара мынау менің атымнан алло балдар да менің атымнан рахмет жігіттер өнерлерің үстем болсын көп жерде интервьюға шақырған кезде көбінесе саған юмор етеді ғой типа орысша сөйлей алмайсың қызық лайфта да саған орысша сөйлеш мынаны айтшы ана жерге аллаға шүкір соның арқасында уже орысша иә просто біз қазір саған как дос ретінде болды осымен тоқтатпаймыз қазір ше просто саған орыс тілі пәнінің мұғалімін алып келдік мынау супер бала оқу орталығы сені орыс тілі пәнінің мұғалімін алып келдік қазір сені орысша үйрететін боламыз сосын қайтадан осы жерге қайтып келеміз дайынсың ба кеттік онда давай Сен кімсің? Мен әкемді құтқаруға келдім. Мен кішкентай болсам да өте ақылдымын. Мен саған 3 сұрақ қоямын. Егер сол 3 сұраққа дұрыс жауап берсең, мен сенің әкең болса да. Бірінші сұрақ. Алтын Орданың негізін қалаған кім? Батый, Ендеше екінші сұрақ. Күшті өлшейтін прибор қалай аталады? динамометр, Ең соңғы сұрақ. Ең үлкен сан қалай аталады? вентилион. Сен бұның бәрін қайдан білесің? Супер бала орталығында білім алдым. супер бала оқу орталығы білімді мыңды жығады мен соңғы рет бір орыс тілім бар ғой бір 9 класста 2011-де өтірдім ғой мектепте 2009 оқығанмын ғой примерно содан кейін оқымаған сияқтымын и то дұрыс оқыған жоқпыз біз андай айналамдағы достарым бәрі біз ауылдың балаларымыз ғой енді круг короче қазақша болды да содан орысша оқыған жоқпыз бір түрлі өтіп тұрып уайымдап тұрмын вот ваш ученик Қабдолтілек пожалуйста здравствуйте менің кішкентай сияқты болыпсыз здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваш учитель русского языка. Меня зовут Валерия Евгеньевна. учительница да Учительница. Да. Вы сказали учитель. Да. Ну, учитель это мужской же род, да? В русском языке учитель — это и женский, и мужской род. Всё. Ладно, я учительница. Меня зовут Валерия Евгеньевна. Валерия. Я буду преподавать вам русский язык. Очень приятно. Начнем мы. Сегодня у нас тема. Мы будем разбирать сложные слова в русском языке. То есть я вам буду говорить слово, вы будете его повторять. Хорошо. Начнем. Первое слово. Электроэнергетический. Электроэнергетический. Еще раз. Электроэнергетический. Электроэнергетический. Электроэнергетический.
Энергетический. Энергетический. Еще раз. Электро. Энергетический. Энергетический. Хорошо. Дальше. Длинношее. Длинношее. Как вы понимаете слово? Длинный, это шея, у него длинная шея. Да. Сиреневенький. 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 Сиреневый. Цвет. Есть цвет сиреневый, Мгм. а это более такое, как сказать, ласкательное выражение. Сиреневенький. Более нежный цвет. Сиреневенький. Более нежный. Который, да, потрогал? Да, вы меня сама не заговариваете. Давайте. Сиреневенький. Сиреневенький. Мгм. Очень сложно. Защищающийся. 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 Защита. Защита. Да. Защита. Защищающийся. 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 Там все буквы ща. Защищающийся. 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 Вернемся к этому слову. Очень плохо. Параформальдегид. Парармагасив. Еще раз, можно? Параформальдегид. Парафалмал. Не сезон. Что это слово? Параформальдегид – это препарат, химический препарат. Параформальдегид. Да. Параформальдегид. Парафальмальдегид. Парафальмальдегид. Параформальдегид. Парафармальдегид. О, получилось? Нет. Парафармальдегид. Да. Да. Параформальдегид. Парафармальдегид. Ага, хорошо. Илюмкадр, прикинь. 11-классница. 11-классница. Да. Неудовлетворительно. Неудовлетворили. Неудовлетворительно. Неудовлетворительно. Неудовлетворительный. Неужели такое сложное слово? Неудовлетворительно. Неудовлетворительный. Еще раз. Неудовлетворительные. Неудовлетворительно. Неудовлетворительно же. Защищающийся. Защищающийся. Сейчас. Защищающийся. Защищающийся. Это даже первоклассник может повторить. Защищающийся. Намаз хотиминс. Защищающийся. Защищающийся. Жоқ, мен ана первый могу же? Первый защищаю. Защища. Нет. Защища. Защища. Ю-щися. Защищающийся. 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 О, Неплохо. защищающийся. 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 Todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que Так, достар,
Қабдол орыс деген Қабдол орыс тіл пәнінен шықты, қалай досым? Вообще, не болды андай. Айта алмадым, кейбір сөздерді. 3 сөзді айттым. Бірақ үйрендің ба? Үйрендім бірақ. Осыны білесің ба? Қай жақта отырған осының бәрін? Қай жақта болды? Супер балада болып отыр. Осыны айт осының бәрін. Қалай? Айт осыны. Өте күшті. Мен өзім үйренген защищающийся, раздражающийся. Айта алмай сөздердің бәрін айтқызды. Осы екі сөз қиын болды, маған қалған бәрін айтты. Электрокомплект енді любой жерге барған кезде смело сөйлесің. Смело, защищающийся, вот, короче, и раздражающийся. Братан, ты меня раздражающий. Достарымызға көп рахмет, уақыт бөліп бізбен бірге сұхбаттасқандарыңызға көп рахмет. Жігіттер, жолдарың болсын, хиттерің көп болсын, әрбір қалада аншлаг болсын, достығымыз мәңгілік болсын, аман болыңдар, от души. Құрметті достар, қолымыздан келсе жігіттерге пікір қалдырып, қолдап, комментарий жазып, подписка жасап, лайк басып қоюларыңызды сұраймыз. Асаба продакшн сіздер үшін жұмыс жасаймыз. Және де осы біздің Асаба продакшн жасай берсін. Жігіттерге всегда сәттілік. Супер бала, мақта. Мен 10 минуттың ішінде кішкене болса да білім алдым өз басым. Саған да бару керек еді. Енді тыңдау жағынан білім алсаң күшті. Азушылықтарыңыз мықты болсын. Мықты болып жүре беріңіздер. YouTube арналарына жазылып қойыңыздар және де қолдау көрсетіңіздер. Асаба продакшн жасай берсін. Михавай 8 дроппер бізде қонақта, бұйырса жігіттер. Сіздерден ат өтіп күтеміз Алла қаласа. Қайта ұмыт қала бергендер қалай болды? Қайда едік? Сіздер Алматы келмедіңіздер просто. Ладно. Онда вообще түсірмейтін шығармыз. Алматыда мына түрлермен келмейді ау. Шыларың жоқ ау. 29 минут ештеңе айтпады. Осы шығып жатыр. Пацаны